Қане қанат жазайық, қарлығаш боп ұшайық. Ұшып алайық, орнымызға қонайық. Қарға боп ұшайық, торғай болып қонайық. Сауысқан боп секіріп, дәндерді шоқиық. Шоқ. Қандай тәтті. Тоқтадым. Енді ұштым. Дала құстарының барлығы жерді шоқып, құрт, қоңыз, жәндіктермен қоректенеді. Осындай дәмділерін іздеп жүріп, жерді тазалап та қояды. Көрдің бе, табиғатта әркімнің өз міндеті бар. Біз оған көмектесеміз. Черек, көкте Құстар тұмсықтармен, шөптермен, ағаш бұтақтарынан ұя жасайды. Ал қарлығаш ұясын саз, балшық арқылы жасайды. Құстар ұяны жыртқыштармен ауа райының қолайсыздығынан қорғану үшін салады. Құстар ұяға жұмыртқа салады. Жұмыртқадан балапан пайда болады. Балапан қанаты қатып, ұшқанша сол ұяда болады. Сосын өсіп, ішіп кетеді ұясынан. Міне, сендер де бір күні аспанға самғайсыңдар.